қан және қан түзілу органдарының патологияларын диагностикалайды және емдейді. Ол патологияларға анемиялар, әртүрлі гемостаздағы бұзылыстар және қанның онкологиялық аурулары жатады. Гематологиялық ауруларда негізі спецификалық симптомдары болмайды. Ол негізі қан анализіндегі өзгерістерге байланысты гематологқа қаралу керек. Негізі жалпы симптомдармен көрінеді. Ол тез шаршағыштық, әлсіздік, денесінің құрғауы, денесінде көгерулердің пайда болуы, лимфа түйіндері немесе селезенканың жоғары үлкеюі және жас адамдарда тромбоздың пайда болуы, әйел адамдарда жиі түсіктер болса гематологқа қаралған жөн. Анемиялардың әртүрлі жағдайларда дамиды. Анемиялар ең жиі кездесетін түрі ол темір жетіспеушілік анемиялар. Одан басқа витаминдер жетіспеушілік анемияларда, гемолитикалық анемияларда және апластикалық анемиялар болуы мүмкін. Онкологиялық ауруларда, созылмалы бүйрек жетіспеушілігінде анемиялар дамиды. Осы анемияларды емдеу үшін оның негізгі себептерін білу керек. Қанның онкологиялық аурулары салыстырмалы түрде өте сирек кездесетін аурулар болып табылады. Ол статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда 100 мың тұрғынға шаққанда 8-1 жағдай кездеседі. Ал европалық халықтарда бұл көрініс азырақ, 7-5 және Америка құрама штаттарында 6-7 болып есептелінеді. Жыныстық тұрғыдан қарағанда жиі ер адамдар ауырады және ауыл тұрғындарына қарағанда қала тұрғындары жиі ауырады. Қан анализінде әртүрлі бұзылыстар болуы мүмкін, бірақ бұл аурулардың барлығы қан аурулар болып есептелінбейді. Қан анализінде қабыну процесінен кейін, вирустық бактериалдық инфекциялардан кейін, содан кейін кейбір препараттарды қолданған кезде, әсіресе иммуносупрессивті препараттар мен антидепрессанттарды қолданған кезде, сәулелік химиотерапия өткізген кезде қан анализінде өзгерістер болуы мүмкін.